Қазақмыс пен корпорация жұмысшылары 2014-2016 жылға жоспарланған жаңа ұжымдық келісім шартқа қол қойды. Бұрынғы келісім шартта белгіленген әлеуметтік жеңілдіктерді пайдалану барысында құжатқа түзетулер енгізу қажеттілігі туындады. Өйткені онда көрсетілген әлеуметтік жеңілдіктердің бір бөлігінде жұмысшылар ұжымы тарапынан сұраныс болмады. Ал келісім шарттың жаңа нұсқасына енгізілген өзгерістер нарықтағы экономикалық ахуалды есепке ала отырып әзірленді. Сегодня мы в коллективном договоре различия. Біз жұмысшыларға түсінікті болу үшін ұжымдық келісім шарттың жаңа нұсқасын бұрынғыға қарағанда нақтырақ жазуға тырыстық. Понятно простым нашим рабочим. Негізінен түзетулер құжаттың моральдық шығын ретінде төленетін бір реттік өтемақы мәселесін қамтыған бөлігіне енгізіліп отыр. Мәселен, өндірістегі бақытсыз жағдай кезінде жұмыс істеу қабілетінен айырылған және бірінші топ мүгедек атанған жұмысшыларға бұрынғыдай 5 емес, 7 жылдық жалақы төленеді. Өндіріске қаза тапқан жұмысшылар отбасына төленетін сома өзгерген жоқ. Бұрынғыша 10 жылдық жалақы беріледі. Құжаттағы баптардың кейбірі керісінше қысқартылды, немесе мүлдем алынып тасталды. Мәселен, корпорация қызметкерлері балалы болған жағдайда төленетін бір реттік жәрдемақы қысқартылды. Жаңа келісімшарт авторларының пікірінше, бүгінде мемлекет аналарды әлеуметтік жағынан толық қамсыздандырып отыр. Сегодня идут многочисленные Өмір бір орында тұрған жоқ, күн сайын түрлі өзгерістер болып жатыр. Кейбір мекемелер бөлініп, қайтадан жасақталуда. Соған сәйкес ұжымдық келісімшартта негізгі талаптар айқын көрсетілген. Атап айтқанда, кәсіпорын бөлінгенде осы келісімшарт келесі құжат қабылданғанға дейін күшін жоймайды. Яғни біздің кәсіпорын мүшелерінің жағдайына алаңдамауға болады. То есть мы сегодня будем спокойно за своих членов профсоюза. Келісімшарттың жаңа редакциясында корпорация жұмысшыларына арналған әлеуметтік жеңілдіктер толығымен сақталған. Олардың қатарында тегін медициналық қызмет көрсету, жұмысшылардың балаларына арналған балабақша ақысын жеңілдікпен төлеу, қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін жерлеу рәсімін ұйымдастыруға кететін шығынды өтеу. Корпорацияға балалар үйінен келіп жұмысқа орналасқан жетім балаларға жәрдемақы төлеу, өндірісте мерт болған жұмысшылардың жесірлеріне, мүгедектер мен корпорация зейнеткерлеріне тұрып жатқан қызметтік баспаналарын қайтарымсыз негізде жеке меншікке беру сынды мәселелер бар. Бұл ұжымдық келісімшарттың ерекшелігі жаңа құжат қабылданғанға дейін оны талқылауға жұмыс беруші мен еңбек ұжымының өкілдері түгел қатысты.